Ура! Бүгін күйеуім командировкадан келіп, екеуміз бірге қыдырамыз ба деп ойлап отырсам, сәлеметсіздер ме? Каналыма қош келдіңіздер. Есімім Фариза. Мен каналыма күнделікті өмірдегі рубрика видеоларымды салып отырамын. Күйеуім военный, көбінде командировкада болады. Bir кезде бір айға 2 аптаға жоқ болып кетеді. Күйеуім командировкаға кеткен кезде қайнатам, қайненем, мен, бала шағамыз бәріміз екі көзіміз төрт болып күтеміз. Бүгін күйеуім командировкадан келіп, мен жоқта үйде отырдың ғой, жүр бір жерге барып қыдырып келеміз деген екен. Үйдегі барлық жұмысты жасап тастадым. Негізі күнделікті жасалынатын жұмыстар. Үйдің шаруасы не көзге көрінбейді, не өмірі бітпейді. Осылай шықырлататын саусақтарың болса ғой, барлығын жасап тастайтын. Самсаны пісіріп, етімді асып, бешбармақ тамағын обедке жасап, өзіміз тойып алдық. Обед шайларды ішіп, ыдыстарымды жайғастырып, қызымды шомылдырып алдым. Жерге жиналатын болсақ, күйеуім маған 2 сағат бұрын дайындалшы деп алдын ала ескертіп айтып қояды ғой. Сіздер қанша уақытта дайын боласыздар? Ер адамдарға рахат, келет, жуынып, киініп кете береді, ал біз ше балаларды сосын өзіміз дайындаламыз. Осылай таңертеңнен кешке дейін уақытымыз өтіп кетті. Каналыма тіркеліп алуды ұмытпаңыз. Видео ұнаған болса, лайк басып, комментарий жазып кетіңіз. Келесі видеода кездескенше. Каналға тіркелсеңіз қуанатын едім.